Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Есентаева Гүлнар Кұбландиновна, Ақтөбе қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Сәткелік мектебінің математика пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сабақтың тақырыбы алгебралық бөлшектер және оның мүмкін мәндер жиынын анықтау. Тақырыпты бастамас бұрын әуелі мынадай қарапайым мысалды келтіре кетейік. 10 адамға тәтті тоқашты тең етіп бөлгенде әр қайсысына тәтті тоқаштың 10-нан 1 бөлігі тиесілі. Ал егер адам саны белгісіз болсашы, ол жағдайда әр адамға x-тен 1 бөлігі тиесілі болар еді. Яғни, осы жерде көріп отырғанымыздай, 10-нан 1 және x-тен 1 бөлшектерінің бір-бірінен айырмашылығы олардың бөлімдерінде, яғни x-тен 1 бөлшегінің бөлімінде айнымалы x санымен өрнектелген. Ал мұндай бөлшектер алгебралық бөлшектерге мысал бола алады. Осы мысалдан көріп отырғанымыздай, келтірілген мысалдан көріп отырғанымыздай, математикалық білім тек қана математика сабағында ғана емес, сонымен қатар адам өмірінің түрлі кезеңінде, түрлі мамандық салаларында қажеттілігі туындайды. Болашақ өмірлеріңізде, егер оқушылар сіздер кәсіпкер болатын болсаңыздар, қандай да болмасын кәсіпкер өзінің кәсібінің тиімділігін арттыру үшін белгілі бір өнім шығарады. Ал сол өнімді даярлау үшін белгілі бір шикізаттарды қолданады. Ал өндірілген тауарды нарықта сатылымға шығару үшін оның сатылым бағасын тағайындайды. Ал ол сатылым бағасын тағайындау үшін белгілі бір математикалық білім қажет. Сол турасында біздер келесі бейнетаспаны тамашалаймыз. Келесі мәселе сұрағымыз: күнтізбе бағасы қандай болар еді? Конституцияны қатаң ұстану бұл мемлекеттіліктің табысты дамуының және қоғамдағы азаматтық келісімнің негізі. Ол бойынша өмір сүру бұл демократияның ең жоғарғы мектебі. Бұл мектептен барлығымыз өтуге тиіспіз. Біздің міндет Конституцияға аса ұқыптылықпен қарау. Бір сөзінде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деген еді: 2015 жылдың 30 тамызында Қазақстан Республикасының ата заңына 20 жыл толды. Осыған орай кәсіпкер Ғани ағамыз баспаға мерекелік күнтізбе жасауға тапсырыс берді. Бір дана күнтізбе үшін кететін шығын 320 теңгені құрайды, ал авторлық күнтізбені жасау үшін келісімге бір рет төленетін төлем 18.000 теңге. Ал баспаға шығарылатын күнтізбе санын және кәсіпкердің шығынын қосып есептегенде күнтізбе бағасын табу моделі қандай болады? Бейнетаспада көргенімізде күнтізбе бағасы қандай болар еді деген сұраққа жауап беруіміз қажет. Ендеше есеп шартында 320 теңге ол күнтізбенің баспадағы бағасы болатын. Ал күнтізбенің баспаға шығарылатын күнтізбенің санын x айнымалысы арқылы белгілейік. Ал кәсіпкердің бір рет төлейтін төлемі ол 18.000 теңге, және сол кәсіпкер шығынын қоса есептегендегі күнтізбенің бағасын А әрпі арқылы белгілейік. Осыдан кәсіпкердің шығынын қоса есептегенде күнтізбе бағасының моделін құрылды. Яғни А тең 320 теңгені, яғни оның календардың күнтізбенің баспадағы бағасын күнтізбе санына көбейтеміз, және оған кәсіпкердің бір рет төлейтін төлемін қоса отырып, оны күнтізбе санына бөлеміз. Осылайша алынған модель бұл күнтізбенің бағасын өрнектеп тұр. Және осы өрнектелген бөлшектер бөлімінде айнымалы бар. Яғни бұл модель алгебралық бөлшекке мысал бола алады. Алгебралық бөлшекке мысал бола алады. Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсатына тоқталатын болсақ, сабағымыздың мақсаты алгебралық бөлшектерді тани білу. Екіншіден, алгебралық бөлшектің мәні айнымалылардың кейбір мәндерінде анықталмауы мүмкін екенін түсіну. Және осы мақсаттарға сәйкес мынадай нәтижелер күтіледі: алгебралық бөлшектерді ажырата алу, берілген алгебралық бөлшектер үшін мүмкін мәндер жиынын анықтай алу.
Жаңа жоғарыда келтірілген күнтізбе бағасын анықтауда құрылған моделіміз осы алгебралық бөлшектердің мысалы болып табылады. Енді алгебралық бөлшектерге келетін болсақ, алдымен рационал өрнектерге тоқталайық. Рационал өрнектер дегеніміз ол бүтін өрнектер және бөлшек өрнектерден тұрады. Ал бүтін және бөлшек өрнектердің тұсында келтірілген мысалдар осы өрнектерге мысал бола алады. Айта кететін болсақ, b куб 4-тен b куб қосылған a куб өрнегі ол бүтін өрнекке мысал болатын болса, ал b-дан 4 қосылған a куб өрнегі ол бөлшек өрнектерге мысал бола алады. Ал осы бөлшек өрнектердің дербес жағдайын біз алгебралық бөлшектер деп атаймыз. Осыдан алгебралық бөлшектердің анықтамасына келетін болсақ, x-тен q-дан x-тен p түріндегі бөлшек өрнек алгебралық бөлшек деп аталады. Мұндағы p және q көп мүшелері 0-ден өзге. Алгебралық бөлшектерге бірнеше мысал келтіре кетейік. Бірінші мысалға тоқталатын болсақ, 2x минус 1-ден 1. Мұндағы p көп мүшесі 1-ге тең, q көп мүшесі 2x минус 1-ге тең. Екінші мысалға тоқталатын болсақ, 2x минус 1-ден x. Мұндағы p көп мүшесі x-ке, ал q көп мүшесі 2x минус 1-ге тең. Үшінші мысалға тоқталатын болсақ, b-дан 2b минус 1. Мұндағы p көп мүшесі 2b минус 1-ге тең, q көп мүшесі b-ға тең. Соңғы мысалға тоқталатын болсақ, y квадрат плюс y плюс 1-ден 1. Мұндағы p көп мүшесі 1-ге тең, q көп мүшесі y квадрат плюс y плюс 1-ге тең. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл бөлшектердің бөлімінде айнымалылар бар. Алгебралық бөлшектердің мәндері айнымалының сандық мәніне тәуелді болады. Оған бірнеше мысал келтіре кетейік. Мысалы, x минус y-тен x плюс y бөлшегінің мәнін есептейік. Мұндағы a жағдайында x-тен 2, y-тен 1, b жағдайында x-тен 2, y-тен 0, с жағдайында x-тен 2, y-тен 2. Енді мәнін есептеуге кірісейік. Шешуінде айнымалының мәндерін көрсетілген бөлшекке қоямыз. Яғни x-тен 2, y-тен 1 болғанда, x минус y-тен x плюс y бөлшегінің мәні 3-ге тең. Ал екінші жағдайда, x-тен 2, y-тен 0 болған жағдайда, берілген бөлшектің мәні 1-ге тең. Үшінші жағдайда, x-тен 2, y-тен 2 болған жағдайда мәні болмайды, яғни санды 0-ге бөлуге болмайды. Осы мысалдан көріп отырғанымыздан, алгебралық бөлшектердің мәнін есептеу кезінде бөлшектің мәнін есептеу және әріпті айнымалылардың мүмкін мәндерін жиынын анықтау қажеттілігі туындайтындығына көз жеткіздік. Бір айнымалысы бар бөлшектер үшін мүмкін мәндер жиынын анықтауға мысал келтірейік. a плюс 5-тен a минус 5 бөлшегінің айнымалының қандай мәнінде мағынасы болмайды. Яғни, бөлшектің санды 0-ге бөлуге болмайтындықтан, бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмауы қажет. Ендеше, берілген бөлшектің мағынасы болуы үшін бөлімі 0-ге тең болмауы қажетті және жеткілікті. Осыдан a плюс 5 тең 0 сызықтық теңдеуін шешеміз. Бұдан көретініміз a тең минус 5-ке, яғни a тең минус 5 мәнінде бөлшектің мағынасы болмайды. Берілген мысалдың шешуінен айнымалының мүмкін мәндер табу ережесін анықтаңыз. Яғни жоғарыда келтірілген мысалды шешу барысында сол есептің шешуінен біздер мынадай алгоритм тағайындаймыз. Біріншіден, бөлшек бөлімін 0-ге теңестіру. Екіншіден, сәйкес теңдеудің түбірлерін табу. Осы алгоритмдерді қадамдап орындау арқылы біздер берілген бөлшектердің, алгебралық бөлшектердің мүмкін мәндер жиынын анықтай аламыз.
Ал мүмкін мәндер жиынын анықтама беретін болсақ, өрнектің мағынасы бар болатындай, оның құрамындағы айнымалылардың барлық мәндер жиынын осы өрнектің мүмкін мәндер жиыны деп атайды. Ал жоғарыда біз келтірген x минус y, x плюс y бөлшегінің айнымалылардың қандай мәндерінде мағынасы болмайтындығын анықтайық. Яғни, мүмкін мәндер жиынын табу алгоритмін қолдана отырып, бөлшектің бөлімін, алгебралық бөлшектің бөлімін 0-ге теңестіреміз. Бұдан көретініміз x минус y тең 0-ге, яғни x тең y-ге. X айнымалысының 2-ге тең болған жағдайда, y айнымалысының мәні де 2-ге тең болады. Ал x айнымалысы 3-ге тең болған жағдайда, y айнымалысының мәні де 3-ге тең болады. Ал осы x және y мәндері берілген жағдайда, сіздерде қандай ассоциация болады? Яғни, x және y ол белгілі бір нүктенің координатасы ретінде математикада жиі қолданамыз. Ендеше, тікбұрышты координаттар жүйесіндегі нүктені кескіндейік. Ол үшін дербес компьютерден геогебра бағдарламасы бойынша нүктелерді кескіндейміз. Мұндағы x тең 2, y тең 2, x тең 3, y тең 3, тағы сол сияқты бірнеше мәнді енгізіп, геогебра бағдарламасына нүктелерді кескіндейік. Кескіндеп болсақ, бағдарлама бойынша, геогебра бағдарламасы бойынша бізде мына түрдегі сызба кескінделді. Яғни, A, B, C нүктелерінің мәндерін енгізу арқылы бұл нүктелерді түзеу сызықпен қосамыз. Пайда болған график y тең x сызықтық функциясының графигі екеніне көз жеткіздік. Ендеше, y тең x функциясының графигіне тиісті нүктелердің барлығы x минус y тең x плюс y бөлшегінің мүмкін мәндер жиынына кірмейді. Осылайша, екі айнымалысы бар алгебралық бөлшектердің мүмкін мәндер жиынын графиктік тәсіл арқылы анықтауға болады. Енді алгебралық бөлшектердің негізгі қасиеттеріне тоқтала кетейік. Алгебралық бөлшектің алымы мен бөлімін 0-ге тең емес өрнекке көбейтсе, алгебралық бөлшектің шамасы өзгермейді. Q-дан P тең n Q-дан n P-ға. Мұндағы n дегеніміз бір мүше немесе сан көп мүше. Мұндағы P, Q, n бір мүшелер немесе көп мүшелер, және олар 0-ден өзге. X-тен Q-дан X-тен P рационал өрнегін қысқарту үшін алдымен X-тен P және X-тен Q көп мүшелерін көбейткіштерге жүктеу қажет. Содан соң алымы мен бөліміндегі ортақ көбейткіштерді қысқарту керек. Өздеріңіз көріп отырғандай мысалда берілген өрнектің бөлімінде x квадрат плюс x көп мүшесін екі көбейткішке жүктейміз. Яғни ортақ көбейткіш x-ті жақша сыртына шығару арқылы екі көбейткішке жүктеледі. Алымы мен бөліміндегі бірдей көбейткіш x қысқарған соң, нәтижесінде x плюс 1-ден 1 бөлшегі шығады. Осылайша алгебралық бөлшектерді қысқарту амалы орындауға болады. Келесі тапсырмаларды орындамас бұрын біз сіздермен жұпқа бөлінеміз. Алдарыңызда Ақтөбе қаласындағы тұңғыш президент паркіндегі шаңырақ пен оқ бейнесіндегі сәулет өнерінің туындысы бейнеленген. Қазір біз сіздермен шеңбер құрып, шеңбердің ортасында мұғалім қазақтың қасиетті киіз үйінің шаңырағы бейнесінде
бірнеше ұштары тұйықталған жіпті ұстап тұрады, ал сіздер сол жіптердің ұштарынан ұстап уықты бейнелейсіздер. Мұғалім уысын ашқаннан соң жіптің екі ұшында екі оқушы бір-бірімен жұптасады. Егер өздеріңіздің жұптарыңызды тапқан болсаңыздар, орындарыңызға орналасып, жұптық жұмыс жасауға кірісейік. Алдарыңыздағы тапсырманың шартын алып келетін болсақ, бөлшектерді қысқарту арқылы оларға эквивалентті өрнектерді табыңыз. Бірінші тапсырмада x минус 1-ден x квадрат минус 1 бөлшегіне эквивалентті бөлшекті жауаптар нұсқасынан анықтауымыз қажет. Сол сияқты келесі тапсырмаларды да орындауымыз қажет. Ол үшін сіздерге бірер минут уақыт беріледі. Егер сіздер тапсырманы орындап болсаңыздар, есептің шешуінде мына түрдегі жауаптарды алған боларсыздар. Тексеретін болсақ, бірінші бөлшекте x минус 1-ден x квадрат минус 1 бөлшегінде бөлшектің алымын көбейткіштерге жіктеу арқылы x минус 1 мен x плюс 1-дің көбейтіндісін аламыз, және x минус 1 мен x минус бөлімінде x минус 1 көпмүшесін қысқарту арқылы нәтижесінде x плюс 1 тең x тең емес 1 нұсқасы есептің жауабы болады. Көріп отырғандарыңызда екінші алгебралық бөлшектің жауабы, бұл жерде бөлшектің жауабы жоқ болып шықты, ал үшінші бөлшектің жауабы x-тен x плюс 3 болады. Енді келесі тапсырманы жеке орындаймыз, яғни дербес компьютерлерімізді қосып, алдарыңызда көрсетілген сайт арқылы келесі тапсырмаларды орындауға кірісейік. Сол жақтағы әрбір өрнекті оң жақтағы сәйкес қысқартылған түрмен байланыстырыңыз. Берілген өрнектерді алдымен қысқартамыз, сонан соң оның жауабын бағыттауыш арқылы сәйкестендіруге кірісеміз. Егер сіздер шешіп болсаңыздар, бірінші алгебралық бөлшекті қысқартудан кейін пайда болған біздің алгебралық бөлшегіміз x-тен 1 болады. Яғни бірінші алгебралық бөлшектің бөліміндегі x квадрат плюс 1x өрнегінен x ортақ көбейткішін жақша сыртына шығарғаннан соң, алымы мен бөліміндегі x плюс 1 көбейткіштері қысқарып, нәтижесінде x-тен 1 бөлшегін аламыз. Екінші алгебралық бөлшекті қарастыратын болсақ, алымынан ортақ көбейткіш 3-ті жақшаның сыртына шығарған соң, алымындағы көбейткіш 3 пен бөліміндегі 3 саны қысқартыла келе, алгебралық бөлшегіміздің түрі x квадрат плюс 2x плюс 3 өрнегіне тең екендігін байқаймыз. Енді келесі алгебралық бөлшекке назар аударайық, яғни x-тен 1 бөлшегіне сәйкес келетін бөлшек ол x-тен 1 бөлшегі болады. Келесі өрнекке назар салсақ, мұндағы алгебралық бөлшектің алымы мен бөлімінде x квадрат плюс 1 көбейткіштері бірдей. Ендеше бұл көбейткіштерді қысқарту арқылы біздердің алатын бөлшегіміз x плюс 2-ден x минус 2 бөлшегі болады. Келесі алгебралық бөлшекке назар аударайық. Егер сіздер алгебралық бөлшектегі алым мен бөлімнен ортақ көбейткішін жақша сыртынан шығарып, мұндағы бірдей көбейткіштерді қысқартқаннан кейін алынған бөлшек x минус 3-тен 2x плюс 3 бөлшегі болса, онда сіз дұрыс тапқан боласыз. Келесі бөлшекті қарастырайық. Келесі алгебралық бөлшегіміз 2x плюс 4-тен 2x минус 4 бөлшегі.
мұндағы алгебралық бөлшектің алымы мен бөлімінден ортақ көйткіш 2-ні жақша сыртына шығарған соң, қысқартылған түрінде x плюс 2-ден x минус 2 бөлшегі шығады. Егер тапсырманы дұрыс орындаған болсаңыздар, сіздердің жауаптарыңыз мына түрдегідей болады. Өздеріңіздің жауаптарыңызды көріп отырғандай тексеріңіздер. Бірнеше тапсырма орындағаннан кейін енді сіздер шаршаған боларсыздар. Ендеше өздеріңізге ұнайтын әуенді қосып, қимыл қозғалыс жаттығуларын жасайық. Енді сабағымызға кірісейік. Сіздерге қойылатын келесі тапсырма мына түрде: уақытты есептеу моделін табыңыз. Яғни, үйден мектепке дейінгі ара қашықтықты d-ға теңдеп, ал жылдамдықты v жылдамдықты x-ке арттырсақ, жолда қанша уақыт үнемдеуге болады. Яғни, үйден мектепке дейінгі ара қашықтықты d деп белгілейміз, ал бастапқы жылдамдығымыз біздің v болса, ол жылдамдықты x-ке арттырғаннан кейін жолда қанша уақытты үнемдеуге болады деген сұрақтың жауабын табу қажет. Ойлануға бірер минут уақыт беріледі. Егер сіздер осы сұрақтың жауабын табу үшін мына түрдегі модельді құрсаңыздар, сіз дұрыс шешкен болып табыласыз. Яғни, уақытты есептеу моделі мына түрде болады: t тең d-ның v-ға қатынасынан d-ның v плюс x-ке қатынасының айырмасына тең болады. Яғни, үйден мектепке дейінгі қашықтығымыз d-ның жылдамдыққа қатынасын, үйден мектепке дейінгі қашықтық d-ның жылдамдықты x-ке арттырғандағы қатынасын айырмасына тең. Осылайша табылған модель алгебралық бөлшекке мысал бола алады. Енді келесі тапсырмаларды орындау үшін бізге мына түрдегі сөздік қажет болады: rational function, рационал функция, graph of the simplified function, ықшамдалған функция графигі, points of discontinuity, үзіліс нүктесі. Жазып болсақ, тапсырмамызға көшейік. Бұл тапсырмалар белсенді оқыту тапсырмалары. Яғни, бұл тапсырмалар ағылшын тілінде жазылған. Ағылшын тілін жетік білетін оқушы үшін бұл тапсырмаларды орындау қиындық тудырмайды деген түсініктеміз. Дегенмен де тапсырманың шартын, аудармасын келтіріп кетейік. Тапсырманың бірінші бөлігінде кесте берілген, және осы кестені толтыру үшін сіздер жұппен жұмыс жасайсыздар. Кестеге тоқталатын болсақ, кестенің екінші бағанында рационал функция өрнектелген, үшінші бағанында бос яшықты толтыру үшін сіздер x-тің қандай мәні анықталу облысына енбейді. Осы сұраққа жауап жазасыздар. Төртінші бағанында үзіліс нүктесі, соңғы бағанында берілген функциядан қысқартылған функция алынғаннан соң қысқартылған функцияның графигінің қандай болатындығын болжамдайсыздар. Яғни, қысқартылған функция сызықтық функция ма немесе квадрат функция ма, соны анықтайсыздар. Тапсырманың екінші бөлігінде берілген функция мен қысқартылған функцияның графиктерінің арасындағы айырмашылық пен ұқсастықты анықтаңыз деген сұрақ беріліп тұр. Ал үшінші бөлігінде ықшамдалғаннан кейін квадрат функция және үзіліс нүктесі x тең минус 5 болатындай рационал функцияны жазыңыз. Және x тең минус 5 мәнінде функцияның мәні x-тен f 0 бөлінген 0 түріндегі анықталмағандық шығатындай етіп функция жазуыңыз қажет.
Ал осы тапсырманы орындамас бұрын бұл тапсырмаларды бағалау үшін жетістік критерийлерін сіздермен бірге қарастырайық. Берілген тапсырмалардың шартына сәйкес мына түрдегі жетістік критерийлерін ойластырайық. Біріншіден, функциялардың анықталу облысын және үзіліс нүктесін анықтай алу. Екінші критерийіміз ықшамдалған функциялардың графигінің түрін болжай алу. Үшінші критерий шартқа сәйкес функция құрастыру. Тапсырмаға қайта оралатын болсақ, берілген тапсырманың шартына жетістік критерийлері құрылды. Ендеше осы тапсырманы орындауға сіздерге 10 минут уақыт беріледі. Тапсырманы орындап болған соң, орындалған тапсырманы парталарыңыздың оң жақ шетіне жинап қойыңыз. Математикалық білім тек қана математика сабағында емес, адамның барлық мамандық саласында, өмір барысында қажет екендігі туралы сабақтың басында айтып кеткенбіз. Енді тағы да бір бейнетаспаны көре отыра Перельманның қызықты геометриясы деген бейнетаспаны тамашалай отырып, тағы да осы математиканың қажеттілігіне куә болайық. Мен Перельманның қызықты геометриясы пән болып отырмын. Қызықты геометрияда қандай есептер бар екенін Білесің бе, Дана, мен бір есеп тауып алдым. Айнаның көмегімен ағаштың биіктігін есептеуге болады екен. Жансая, менде бір сұрақ туындап тұр. Ал сен бұл тәжірибе арқылы белгілі бір заттың биіктігін дәлелдеуге сенесің бе? Онда біз тәжірибе жасап көрейік. Екеулерінің біреуінің бойын уақытында өлшесе қайтеді. Жарайды. Ал кім өзінің бойын нақты біледі? Мен өз бойымды нақты білемін. Менің бойым 162 сантиметр. Ал мен шын айтсам өзімнің бойымды білмеймін. Менікі өлшеп қарсы қайтеді? Я ендеше әсемдігін өлшеймін. Бұл тәжірибе үшін бізге айна, сызғыш немесе рулетка қажет болады. Біріншіден Асен, сенің тұратын жеріңді сызамыз. Дананың айнамен ара қашықтығы 99 сантиметрге тең болды. Кіші H ол Дананың нақты бойы 162 сантиметрге тең. Дананың бойы неше есе кіші болса, Әсел мен айнаның ара қашықтығы Дана мен айнаның ара қашықтығынан сонша есе кіші болады.
кейін ғимараттардың биіктігін өлшеуге болады. Я мен де келсем жатсаяды ана. Онда бізде мектептің биіктігін өлшеп көреміз. Өлшесек көрсек. Бейнетаспадан тамашалағандарыңыздай, математиканың адам өміріндегі қажеттілігін көрдік. Яғни, айнаның көмегімен биік ғимараттардың биіктігін өлшеуге болатындығына куә болдық. Енді сіздерге үй тапсырмасы ретінде осы бейнетаспаны, көрсетілген тәжірибені талдаңыз және биіктікті айна арқылы өлшеу тәсілінің сырын физика пәнінен алған білімдеріңізді қолдана отырып анықтаңыз. Және осы тәжірибеде аталған шамаларды қолданып, бірнеше алгебралық бөлшектер жазыңыз. Ал осы тапсырманы орындау үшін сіздерге көмек болатын мынадай тірек сөздерді ұсынамын. Жарықтың шағылу заңы, үшбұрыштардың ұқсастығы және пропорция. Бүгінгі сабағымызда алгебралық бөлшектер, оның негізгі қасиеттері және алгебралық бөлшектердің мүмкін мәндерін анықтау алгоритмімен таныс болыңыздар. Түрлі есептеулер, тапсырмалар орындадық және бейнетаспалар көрдіңіздер. Осы сабақтан алған өзіңіздің пікірлеріңізді SMS арқылы жазып жіберулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды.